Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Адалдық біздің арымыз, адалдан болсын наныңыз. Біз бүгін сүт және ағарған өнімдері жайлы, оларды сату үшін не істеу керек, қандай құжаттар керек, оны қайдан аламыз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, биыл жыл басынан бері елімізде 400 тоннаға жуық қымыз және 1000 тоннадан астам шұбат өндірілген. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда қымыз 17%-ға аз, ал шұбат 45%-ға көп. Алайда, еліміздегі шұбат өндірісінің жартысынан астамы тек Алматы облысына тиесілі. Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңына сәйкес, ауыл шаруашылығы жануарлары міндетті түрде сәйкестендірілуі қажет. Жануарларды сәйкестендіру аясында жануарларға есептік номері және ветеринариялық төлқұжаты беріледі. Сондай-ақ жайылым жері, тұқымы, жасы, түсі, малдың иесі туралы мәліметтер есепке алудың арнайы дерек қорына енгізіледі. Жалпы республика бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы мәліметтерге сәйкес, ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру деректер қорына 7 миллионнан астам әрі қара, 19 миллионнан астам қой, 2,5 миллионнан бас жылқы және 200 мыңнан астам түйе және 700 мыңнан астам талпақтанау енгізілген. Жалпы ауыл шаруашылығы жануарлары елімізде 31 миллионнан асып жығылады екен. Біз енді жалпы мәліметтерді бере кеттік. Біз бірақ тақырыптан ауытқымаймыз. Сүт сату үшін не керек? Кез келген сүт өнім беретін жануар, ол түйе, жылқы, не болмаса сиыр, тіпті ешкі болсын, олар ортақ базаға тіркелгеннен кейін, сіздің қолыңызға ветеринариялық паспорт алғаннан кейін, екпе жұмыстары туралы жазбалар жасалып тұрғаннан кейін, сіз кез келген уақытта қалалық, аудандық немесе ауылдық ветеринариялық станцияға барып, форма 2 деп аталатын, яғни ветеринариялық анықтама, яғни форма 2 ол сүтке беріледі. Сүтке берілетін анықтаманы алсаңыз болады. Яғни бұл бірінші жұмыс. Бұл анықтаманы алғаннан кейін ол жерге міндетті түрде сіз өзіңіздің, былайша айтқанда, мәліметтеріңізді қалдырасыз. Ол жерге өзіңіздің толық аты жөніңіз, жеке сәйкестендіру номеріңіз, туылған кешіресіздер, анық мекен жайыңызды белгілейсіз, өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңызды. Кейіннен жануарлардың, тіркелген жануарлардың құлақ сырғаларының номері, ветеринариялық паспортының екеуіндегі бір номерді және олардың тұрғылықты қай жерде жайылады, қай жерде тұратын мекен жайын және де өнімнің атауын, яғни сүт болса сүт, қымыз болса қымыз, шұбат не болмаса басқа да сүт өнімдерін атауын толықтай көрсетіледі және де мөлшері, күніне қанша өнім алатыныңыз туралы анықтама беріледі. Осыған сәйкес ветеринариялық станция қызметкері сізге форма 2 құжатты дайындап береді. Және ол құжатта сүттің қай жерге баратындығы және қандай көлікпен тасымалданатындығы туралы мәліметтерде көрсетіледі. Яғни көліктің маркасы және мемлекеттік сәйкестендіру номері де ол құжатқа жазылады. Ал баратын жері міндетті түрде лаборатория болады. Бұл лабораторияларды жалпылама айтқанда ветеринариялық станция өздері сізге қай лабораторияға бару керек екенін айтады. Көбіне лабораториялар елімізде базарлар, сауда орындарының, яғни азық-түлік сауда орындарының ауыл шаруашылығы өнімдер сататын бөлімінде өзінің жабық базарларда лабораториялары болады. Және сол лабораторияларға осы құжат жіберіледі. Яғни лабораторияның толық атауы осы құжатта бекітіледі. Сіз бұл құжатты және де сүттің сынамасын лабораторияға алып барып өткізесіз. Лаборатория көбіне ақылы болады және өте қымбат емес. Шамамен 150-250 теңге аралығында болуы мүмкін. Ал форма 2 құжатты алу, бұл мемлекеттік құжат болғандықтан ол тегін болады. Орта деңгейлі зертханалық ұжым осы алынған сүттің сынамасын 5 түрлі өлшем бойынша тексереді. Бұл тексерістің барлығынан өткеннен кейін
сізге жаңағы лабораториялық зертхананың нәтижесін көрсетеді. Ол нәтиже егер де оң нәтиже көрсетіп жақсы болатын болса, сізге осы лабораторияның қорытындысы және де жаңағы берілген форма 2 құжат арқылы сүт сата беруіңізге болады. Дүниежүзілік жан жануарларды қорғау ұйымы елімізді жануарлардың ең аз ауыратын мемлекеттер тізіміне қатарына енген. Яғни елімізде жалпы жан жануарлардың ауру мөлшері ол өте төмен. Көптеген еліміздің азаматтары, ауылда тұратын азаматтар сүт сатуға қорқады, жүрексінеді. Яғни құжаттарда дұрыс болмай ма деп. Одан қорқудың ешқандай да қажеттілігі жоқ. Торғайдан қорыққан тары екпейді деген елімізде сондай бір сөз бар. Тіпті елбасымыздың өзі 2 сиыр сатып алып, өз-өздеріңді асыраңдар, базарға апарып сатыңдар деп жатқанда, басқа ешкім сізге кедергі жасау мүмкін емес. Осы видео сіздерге ұнаған болса және пайдалы болған болса, онда лайк басыңыздар және төмендегі тіркелу бөлімінде подписаться батырмасын басыңыздар. Өз ойларыңызды комментарийға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ғылым және ауыл арнасы.